Баршаға сәлем. Ағарған шашты табиғи жолмен үй жағдайында бояу әдістерімен бөліспекшімін. Ол үшін бізге бірінші хна және басма керек болады. Хна қызғылт қоңыр түс береді, ал басма қара түс береді. Екеуін араластырып қолдансаң, қара немесе қою қоңыр түс шығады. Қолданылуы: хна мен басманы жылы сумен араластырып, қою қаймақ тәрізді етіп дайындап аламыз. Шаштың түбінен ұзындығына дейін жағамыз. Оны 1-2 сағат ұстап, жылы сумен жуып тастаймыз. Дәл осы әдісті 2 аптада 1 рет қолдансақ жеткілікті болады. Ал екінші әдісіміз кофе және қара шай. Қайнатылған суға 2 қасық кофе мен 2 қасық қара шайды салып, араластырып қайнатып аламыз. Және сол суымыз жылыған соң, онымен басымызды жуып, 1 сағаттай ұстаймыз. Сосын таза сумен шайып жібереміз. Ал үшінші әдісіміз жаңғақ қабығы. Талда өсетін жаңғақ. Ол көктемде, жазда жасыл қабықтанып тұрады ғой. Сол жасыл қабығын қайнату арқылы қою қоңыр түс шығарамыз. Ол үшін бізге керегі жаңғақ қабығы, жасыл жаңғақ қабығы. Суда қайнатып, тұнбасын жасап аламыз. Сол шашымызға жағып, 60 минуттай ұстаймыз. Сосын жылы сумен шайып тастаймыз. Ал төртінші әдісіміз қара шай мен шалфей. Құрамында қара шай және шалфей тұнбасы. Нәтижесі тұрақты қолданғанда біртіндеп нәтиже бере бастайды. Ал пайдаланылуы: 2 ас қасық қара шай мен 2 ас қасық шалфейді 2 стакан суда 10-15 минут қайнатып аламыз. Сол суымыз жылыған соң, шашқа бірнеше рет жағып, кепкенше күтеміз. Осы әдісті әр бас жуғанда қайталап тұрсаңыз, жақсы нәтижесін көресіз. Сіздерге пайдасы тисін деген үмітпен осы видеоларды жайлап отырмын. Қолдау ретінде лайк батырмасын басып, және тіркеліп, комментарий бөліміне пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер.